Қаралы хабарды естірту. Советтік шенеунікке тән бір психология бар. Ол билікті бөліспеу. Бәсекеге қабілетті біреудің басы қылтиса, қуғын сүргіннен көз аштырмайды. Бас хатшының креслосына жайғасқан бақытты көсем ұзақ отыруға тырысады. Мұның шектен шыққан үлгісін Сталин көрсетті. Ол саяси элитада бәсекелес шықпасын деп жиі репрессия ұйымдастырды. Көз ашық адамды жаппай лагерге айдады. Одан кейінгі көсемдер Сталин сияқты шектен шыққан жоқ, бірақ қуғындаудың мәдени айдау сияқты жұмсақ түрін шебер пайдаланды. Талантты басшыны күші сарқылып біткенше Сизиф сияқты 15 тірлікке жегіп қоятын. Кім осы ойынды жақсы ойнаса, креслода ұзақ отырады. Мұның мысалы Назарбаев дәуірінде анық көрінді. Советтік көсемдердің тағы бір құйтырқы амалы көңіліне шықпаған қызметкерді ерекше әдіспен орнынан алатын. Ол үшін бірінші хатшы шетелге немесе Қара теңізге демалуға кетеді. Қызметтен алынған министр кімге барып шағынданарын білмей дал болады. Екіншіден, мұндай қаралы хабарды жұма күні кешке естіртеді. Мұндай естірту басынан балғамен ұрғандай әсер етеді. Мәскеуде танысы барлар сол жаққа телеграмма жіберіп, телефон соғып әбігерге түсетін. Бірақ сенбі-жексенбі күні кабинетте ешкім болмайды. 2 күн ішінде өзегі мықтылары тағдырға мойынсынып көндігіп те қалады. Ал қуыс кеуделер қызметтен айырылған естігенде инфаркт алып құлап түсетін. Осындай кезде қызметкерлерді өлтіріп алмау үшін басшылар көрші кабинетте білікті дәрігер ұстап отыратын. Қызметкер қаралы хабарды естіп құлайтын болса, сол сәтте медициналық көмек көрсетеді. Бізбен сұхбаттас болған Никара Абаева есімді куәгер мынадай естелік айтады. Мен де өзбек әлінің көзін көріп, тәрбиесінде болдым. Біз үшін партияға адалдық деген бірінші орында тұратын. Бірақ 1980 жылдарға қарай орталық комитетте моральдық ахуал онша болмады. Мені де мүйіздеу басталды. Ол кезде президиумның хатшысы едім. Бір күні 3-ші хатшы сайлауға қатысты күмәнді құжаттарға қол қоюға мәжбүрледі. Бірден бас тарттым. Өмір бақи Өзбекәлі ағамның балағына жабысқан бұл хатшы әңгіменің төтесінен қойды. Қол қоймасаң жолымыз екі айырылады деді. Есесіне ұйқым тыныш болады дедім. Боссың деді ол зілді дауыспен. Артынша мені кадр бөлімінің бастығы шақырды. Қаралы хабарды естіртті. Қызметім төмендепті. Партия қайда жұмсаса сонда кете беремін деп арызға қол қойдым да кабинеттен нық басып шығып кеттім. 3 күннен соң Захаш Камалетдинов кабинетіне шақырып жағдайымды сұрады. Захаштың айтысынша кадр бөлімінің бастығы маған қаралы хабарды естіртер кезде көрші кабинетте бір дәрігерді дайындап қойыпты. Мен сыр бермей, байсалды кейіпте шығып кеткенде ол таң қалған. Сөйтсем маған дейін талай адам қаралы хабарды көтере алмай жүрегі ұстап құлаған екен. Мені мүйіздеген хатшының өзі де осындай қаралы хабарды естігенде мезгілсіз жүріп кеткен. Совет заманында бюджеттен ақша жеу қиын, қадағалау системасы қатал. Ол кезде ОБХС деген ұйым болатын. Мемлекеттің қаржысын талан-тараж қылғандарды әшкерелеп тергеумен айналысатын. Сонда да жемқорлар қатаң жүйені айналып өтіп, екі жағдайда ақша жей алатын. Біріншісі сайлау, екіншісі халық санағы. Әсіресе сайлау сөзі СССР-ның кезінде күлкілі естіледі. 70 жыл тарихында совет адамы сайлауға қатысып дауыс беріп көрмеген. Кімнің қайда сайланарын орталық комитет өзі шешеді. Нәтижесі әуелден белгілі науқанға ақша бөлудің қандай мағынасы бар. Никара Абаеваны да қол қой деп қинағаны осындай сайлау науқанында күмәнді құжат еді. Жоғарыда Никара Абаева баяндаған советтік әдіспен Өзбек әлінде қызметтен алды. Орнына мәдениет министрінің орынбасары міндетін ұсынды. Ол оқиғаны Тағдыр тағылымы кітабында Өзбек әлі былай баяндайды. Күн жұма болатын. Қонаев демалыстан әлі оралмаған. Имашевтың көмекшісі кешкі сағат 5-те кездесейік деді. Әңгіменің ауанын бірден түсіндім. Саттармен жолықтым. Ол тұспалдап сөйлеп отырып алды. Мәдениет министрлігін қоя тұрыңыз, мына қызметтен неге аласыз? Қандай қателік жібердім? Не кінә тағасыз деп сұрақты төтесінен қойдым. Жоқ, кінә таға алмаймыз, қателескен де емессің. Біз саған қателесуге мүмкіндік бермедік қой деп Имашев кеңкілдеп күлді. Неменеге ыржақтап отырсыз? Сіздің арқаңызда күн көріп жүрсек жетіскен екенбіз. Мәселе қызметте емес, менің жеке басымда болып тұр ғой. Қажет болса колхозға да бара аламын. Министрлігің өзіңе. Сен енді түсінсейші, біз кадрдың тағдырын қалай болса солай шешпейміз. Мәскеуге түсініктеме беруге тура келеді.
Мәдениет министрлігіне өзің сияқты кесіп түсетін адам керек. Сол үшін сені таңдап жатырмыз. Кешіріңіз, ол жаққа кесіп түсетін менсізде кадрлар жеткілікті. Шындықты айтпайтын болсаңыз, мен ешқайда бармаймын. Сау тұрыңыз деп шығып кеттім. Ертесіне дәл осындай диалог екінші хатшы Коркиннің бөлмесінде жалғасты. Коркин, мәдениет министрлігіне ұсынсақ деп едік. Сыртқы байланыстар бөліміне шет тілін білетін адам керек. Оны өзіңіз де түсінесіз деді. Бос сөз. Менің ағылшын тілін білмейтінім 2 жыл бұрында белгілі болған. Түнімен ойлап тапқан сылтауларың осы болса, босқа өре болыпсыңдар. Мен басқаратын бөлім шетелдік елшіні қабылдайтын орын емес. 2 нұсқаушымның біреуі ағылшынша, екіншісі французша сөйлейді. Әзірше солда жетіп жатыр. Айтпақшы, мен нота білмеймін. Ертең біреу мәдениет министрінің орынбасары нота білмейді екен десе, не істейсіңдер дедім. Коркин сөзден тосылып, біздің қолымызда тұрған не бар? Бұл Қонаевтың шешімі еді деп айтып қалды. Олай болса кешеден бері неменеге басты қатырып жүрсіңдер? Бірден турасын айтпайсыңдар ма? Бюро айтса болды, көнеміз. Бірақ маған демалыс беріңдер. Көңілімді орнына түсіріп қайтайын. Қалғанын көре жатармыз дедім. Отпускте, путевкада, леч пособияда бәрі дайын. Тек қарсылық етпей, жаңа қызметке барсаңыз болды деді. Коркин қуанып кетіп. Сенбі күні болса да Коркин бухгалтерді шақырып қойған екен. Есеп айырысу ақысы, жол қаражаты, ем ақы сияқты құжаттар да дайын тұр екен. Тіпті менің атыма курорт карточкасын алып, жолдама толтырып, билет алып қойыпты. Уақытын қарасам, жексенбі шуым керек. Неткен қамқорлық десеңізші. Құжаттарды алдым да демалысқа шығып кеттім. Киелі мекенге оралу. Өзбекәлі оңтүстіктің жігіті. Өзі отырар төбеде туып, Түркістандағы Әзірет Сұлтан кесенесінен бала кезден көріп өскен. Бір атасы әулиенің басына жерленген. Осындай қасиетті мекеннің совет кезінде қалай қорланғанын жақсы біледі. Күш қазандай қайнағанмен күресуге дәрмен жоқ. Сыртқы байланыстар бөлімі оған тамаша мүмкіндік берді. Ол кезде Тараздағы Айша бибі мазары үйінің астында жатқан. Яссауи кесенесінің іші сыртын құм басып, жарықсыз тұрған. Арыстанбап қараусыз қалып, күмбезі құзданып кеткен. Оларды жөндеуден өткізу мүмкін емес еді. Кесенеге жолап кетсең, басың бәлеге қалады. Коммунизм идеясы сүйегінен өтіп, кемігіне сіңген партократтар ескілік таңсады. Дінді жаңартып жатыр. Лениннің жолынан тайды деп үстіңнен 10 батпан арыз түсіретін. Ол заманда айтпағанда қазірдің өзінде көп шенеуіні өзінің болмысын Арыстанбап Яссауимен байланыстырмауға тырысады. Яссауи әулиенің абыройын көтеру саяси карьерасына кері әсер етеді деп қорқады. Өзбекәлі Қазақстанның тарихи мекендеріне турист тартамын деген сылтаумен ақша бөлдіріп, Арыстанбап, Айша бибі, Әзірет Сұлтан кесенесіне жөндеу жүргізді. Тіпті ЮНЕСКО-ның тізіміне енгіземін деп құжат жинады. Сол-ақ екен, арыз бұрқ етті де мәселе бюродан бірақ шықты. Мыңмен жалғыз алысудан шаршамайтын Өзбекәлі бюрода олардың аузына құм құйды. Кешіріңіздер, сыртқы байланыстар бөліміне тағайындаған өздеріңіз. Қазақстанға турист тарт деп тапсырғанда өздеріңіз. Енді мынаны айтыңыздар. Еуропадан келген туристі қайда барып қыдыртамын? Өздеріңіз шетелде болып жүрсіздер. Бізді қонақ қылып күткенде мемлекет басшылары қайда апарады? Біздің тарихымыз, бай мәдениетіміз деп көне шіркеуін аралатады. Өздері әулие деп танитын киелі кісілердің қорымын көрсетеді. Әлем жұрты сол тарихты көреміз деп турист болып ағылады. Неге бізге солай етпеске? Қазан төңкерісіне дейін ғылым, білім, өнер, әдебиет, мәдениет, архитектурадан махрум жабайы ел болдық деп айтамыз ба? Қайта 1000 жылдық тарихы бар ескі архитектураны мақтанышпен көрсетіп, елімізді танытып, туристі молынан тартпаймыз ба? Олардың бәрі Алматы мен Шымкентті аралай бермейтін шығар деп қарсы шабуылға шықты. Бюро мүшелері дау айта алмады. Себебі Өзбекәлінің уәжі сыртқы байланыстар бөлімінің концепциясына сай келетін. Өзбекәлі 1977 жылы мәдениет министрінің орынбасары болып тағайындалды. Торғайдағы тарих айна қатесіз қайталанды. Өзбекәліден өзгесі рөл ауыстырғандай, Саханның орнына Жексенбай Еркінбеков деген атақты домбырашы келді. Бұл да Сахан сияқты мінезі жұмсақ адам. Министрдің бірінші орынбасары Попов бұрын Қазақ концерт мекемесіне жұмыс істеген. Екінші орынбасары Қазақ цирктің бұрынғы директоры. Кейін мемлекеттік хатшыға дейін өскен Қанат Саудабаев. Үшінші орынбасары Волков. Ең соңғы орынбасары Өзбекәлі Жәнібек. Бюродағы кәрі коммунистер Өзбекәліні бұл салаға жіберген кезде мына нәрсені ескерген.
Біріншіден, оның қолында ешқандай билік жоқ. Музей мен археологиялық ескерткіштерге ғана куратор. Бұл жақтың бюджетінде ағыл-тегіл ақша да жоқ. Демек Өзбекәлі бұл мекемеде екі аяғы тұсалған асауаттың күйін кешеді. Совет өкіметі өзіне бағынышты елдердің мәдениетіне қиянат қылған. Бюджет бөлгенде мәдениет министрлігін соңғы кезекке қоятын. Яғни өзге министрліктен үнемделген қалдық қаржыға өлігін сүретіп жүретін. Кітапханашы, музей қызметкері, театр әртісінің бүйірі томпайып жоғары жалақы алмайтын осыдан. Әлде бір науқан кезде ғана мәдениет министрлігіне ақшаны қаппен төгеді. Басқа уақытта олар бетін сығып қанын жалап отырады. Бір қызығы, Қазақстан үкіметі тәуелсіздік алса да советтік психологияны сақтап қалды. Мәдениет қызметкерлері жыл бойы жарымаған жалақыға сүйретіліп жүреді. Бірақ Астана күні сияқты мерекелерде миллиондап ақша шашады. Советтік система әу бастан ұлттық мәдениетті дамытпау үшін құрылған еді. Қазақстаннан бөлек алпауыт елдің бәрі ұлттық қордағы ақшаның денін мәдениетті нығайтуға жұмсайды. Осы тұста ел арасында көп тараған бір оқиғаны баяндай кетейін. Уинстон Черчиллдің екінші дүниежүзілік соғыс кезінде айтқан мынадай сөзі бар. Премьер-министрдің кабинетіне қаржы министрі кіріп, келесі жылдың бюджетіне қол қойыңыз депті. Черчилл қараса, мәдениетке аз ақша бөліпті. Неге мәдени саланың бюджеті аз деп сұрайды ол. Бюджеттің көбі қорғанысқа кетті деп жауап береді министр. Біз не үшін соғысып жатырмыз білесің бе? Мәдениет үшін. Мәдениеттің негізгі өзегі тіл, тарих, дәстүр, әдебиет, руханият, дін, өнер үшін қан майданда жан алысып, жан берісіп жатырмыз. Мәдениетке ақшаны аз бөлетін болсаң, онда соғысып не керек депті. Мұндай диалог расымен болды ма, болмады ма, шындығын білмейміз, бірақ мәні ақиқат. Мемлекеттің бүкіл құрылымы расымен де ұлттық мәдениетті қорғау үшін қызмет қылады. Сондықтан дамыған елдерде мәдениет саласын бейшара күйде ұстамайды. Үкімет құрамында мәдениет министрі қаржы министрінен кейінгі үшінші адам саналады. Бюджет бекіткенде мәдениет саласы бірінші ескеріледі. Ал Қазақстанда керісінше, мәдениет министрлігі ең кедей мекеме. Кедейлігін содан біл, біресе ақпаратпен, біресе спортпен қосақталып жүреді. Себебі ақпарат пен спортқа қаржы көп бөлінеді. Ал мәдениет сол министрліктің ішіндегі екі саладан үнемделген қалдық ақшаға әупірімдеп күн көреді. Мысалы, біздің хоккейшілер мен футболшылардың ең төменгі жалақысы 1,5 миллион теңге болса, кітапханашы мен музей қызметкерінің ең төменгі айлығы 150 мыңға жетпейді. Өзбекәлі жаңа министрлікке келген соң ішкі кухняны зерттеді. Жексенбек ағаның мінезі жұмсақ кісі еді. Соны пайдаланып министрлікке көбіне Попов билеп төстейтін. Ал министрлікке бөлінген аз қаржының құлағын Волков ұстап отыр. Ол музей саласына бөлінетін қаржыны қысып тастаған. Сонда Өзбекәлінің бөліміне тиын тебен ғана тамады. Жексенбек Өзбекәлінің іскерлік қабілетін бұрыннан бағалайтын. Сондықтан ол мынадай қулық ойлап тапты. Бюджет қаралар шақта еңбек демалысына шығып, орнына министрдің міндетін атқарушы етіп Өзбекәліні бекітті. Қолына билік тиген сәттен бастап Өзбекәлі бюджетті өзі бекітуге кірісетін. Поповтан бастап бәрінің екі аяғын бір етікке тығады. Мұрнынан су аққанша жұмыс істетіп, сауатты жылдық жоспар әзірледі. Қаржы министрлігіне өзі барып, табандап тұрып алып, бюджеттің бір тиынын да қысқартпастан керек қаражатты бөлдіріп алатын. Жексенбек пен Өзбекәлінің арасындағы астыртын стратегия осылай жүріп жатты. Есесіне мәдениет министрлігі қаржыдан тарықпады. 1977 жылы Өзбекәлі қызметке келгенге дейін Яссауи, Арыстанбаб, Айша бибі сияқты тарихи ескерткіштерді ғылыми зерттеу, реставрация жасау жұмысына 300 мың сом бөлінетін. 1981 жылы мұның мөлшері 3,5 миллион сомнан асты. Яғни Өзбекәлі бюджетті 10 есе өсірді. Ал 1984 жылы ол қызметінен алынып, және бір мәдени айдауға кетер тұста бөлінетін қаржыны 9 миллионға жеткізді. Бұл кезде СССР-ның рублі, қазақша сом аталатын валютасы долларға шаққанда 1-1 болатын. Сонда 9 миллион доллар бөлінген. Енді оны доллардың қазіргі уақытымен шақсаң 10 есеге тағы өседі. Демек Өзбекәлі ұлттық мәдениетті нығайту үшін бір ғана тарихи ескерткіштерді жөндеудің бюджетіне 90 миллион долларды жұлып алды деуге болады. Ақшаның мұндай сомасын реставраторлар өңі түгіл түсінде көрмеген. Құрметті оқырман, бұл ақшаны сіз бүгін көзбен көріп, қолмен ұстай аласыз.
әзірет сұлтанның күмбезі, ою-өрнегі, есігі, едені Өзбекәлі бөлдірген қаржының күшімен қалпына келді. 1978 жылы топыраққа көміліп қалған жер асты мешітін қазып алғанда осы ақшаның қуаты. Өзбекәлі жұмысқа кіріскен күні-ақ шенеуніктердің мәңгүрттігін байқады. Төл тарихы мен атасының мәдениетін ұмытып қалған шенеунік ұлттық мәдениеттің бірінші жауы. Бір жобаны қолға алайын десе, мәңгүрттер аяғына оратылып шыға келеді. Осы мәңгүрттікті сындыру үшін ол министрлік ішіне мұражай ашты. Сөйтті де министрлік қызметкерлерін музей мәдениетіне үйретті. Әдетте кабинеттегі шенеунік мәдени майдан шебінде не болып не қойып жатқанынан бейхабар. Көбі қазақтан шыққан әнші, күйші, бишіні танымайды. Ондай мысалдар қазір де жетіп жығылады. Ел арасында анекдот ретінде айтылатын мынадай әңгіме бар. 2007 жылы Түркістан газетінің бас редакторы Шәмшидин Паттеев мәдениет министрі Ертісбаевқа телефон шалып өзін таныстырыпты. Сөйтсе министр оны Қалдаяқовпен шатастырып, «Әй Шәмші, сен қайда жүрсің? Көрінбейсің ғой. Астанаға кел, жақсылап концертіңді ұйымдастырып берейін» депті. 2018 жылы бұрынғы президент Назарбаевты әйгілі абайтанушы, ғалым Қайым Мұхаммедхановты білмей масқарасы шыққан. Астанада Қайымға арнап көше аты берілген еді. Назарбаев оны сынап, көше атын беретіндей Қайым Мұхаммедханов кім болған, қандай еңбегі сіңіпті деп қала басшыларына тиісті. Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырды. Назарбаевтың тарих пен әдебиетті, мәдениетті білмейтінін әшкер етті. Осындай абыройсыз істің алдын алу үшін Өзбекәлі қол астында қызметкерлерді өнер ордаларына топ-тобымен айдады. Мәдени салада болып жатқан соңғы жаңалықтарға ілесіп отыруды талап етті. Ана музейге бардың ба? Мына спектакльді көрдің бе деп тексеретін. Музей ашу оның негізгі миссиясына айналды. Қай өңірге барса да сол аймақтың тарихын сөйлетіп, музей ашып отырған. Себебі ол заманда қазақтарға төл тарих оқытылмайды. Олар мектепте естімеген тарихи ақпаратты музейден алатын. Әрі қарай ізденетін. Мысалы, ол кезде Қожа Ахмет Яссауи мен онда жерленген хандар, билер, батырлар жайлы айтуға, жазуға тыйым салынған. Бірақ музейге барған мектеп оқушысы олармен оп-оңай танысып қайтатын. Тарихты тануға тыйым барын Рахия Жүзбаеваның мына естелігінен байқаймыз. Бір күні Яссауи кесенесіндегі құлпытастарға идентификация жасадық. Мынау пәленше ханның тасы, ал анау Абылай ханның тасы деп Өзбекәлі хатқа түсірді. Сол кезде мен, ағай, бастықтар Абылай ханның құлпытасын бадырайтып көрсетпе, бұл саяси қателік деп жатыр, дедім. Сонда Өзбекәлі, қарағым, ханның құлпытасын қаранікі деп айтып тарих алдында қарабет болар жайымыз жоқ. Қорықпай атымен атау керек деп жауап берді. Өзбекәлі өз өңірінде азшылыққа ұрынып, ұлы халықтың алдында төменшіктей бастаған қазақ жұртының еңсесін тіктеу үшін орыстар орман болып отырған аймаққа өлкетану музейлерін ашты. Кеудесі басыла бастаған қазақтар қайтадан ес жинап алды. Алматыдағы өлкетану музейі бұрын Панфилов паркіндегі қуықтай ғимаратта қысылып отыратын. Өзбекәлінің бастамасымен қазіргі Назарбаев көшесіне жаңадан зәулім ғимарат салынды. 1985 жылы құрылысы бітіп орталық музейге айналды. Өзбекәлінің және бір ашқан музейі Абай атындағы опера және балет театры мен Әуезов драма театрының ішіне жасақталды. 50 жылда ел жаңа демекші, сахна әлеміне жаңа буын келді. Олар Темірбек Жүргенов пен Ляс Омаров заманындағы ұлт мәдениет үшін кескілескен күрес тарихын білмейді. Сол тарихты санадағы сайрату үшін мынадай музейлер ашты. Өзбекәлі кез келген музейді ұлттық мүддеге сай құрастыратын. Себебі ол кезде әсіресе Алматыда қазақтардың орыстануы геометриялық прогреспен жүріп жатқан. Жастар қазақ болып туылуды тағдырдың қасіретіндей қабылдайтын бейшаралыққа жетіп қалған еді. Міне осындай сәтте ұлттық позицияны бермес үшін ол жылт еткен мүмкіндікті мүлт жібермей музейдің түр-түрін аша берді. Өзбекәлі мәдениет министрінің орынбасары болып 7 жыл істегенде қамқорлыққа алынған негізгі нысаны Әзірет Сұлтан кесенесі. Бюджеттегі қаржыны реставрация жасайтын шеберлерге жұмсады. Дүрбені туристер ағылып келетін киелі мекенге айналдыруға барын салды. Бағына орай мұның жанынан Жұмабек Ташенов табылды. Ол Шымкентте тұрып жатқан зейнеткер еді. Ұлттық мүддеден басқа арманы жоқ екі арыстан Яссауидің кесенесіне тоқайласты.
Ердеспек Ашенов есімді куәгер естелігінде бүйдеп жазады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне шетелден келіп жатқан туристер легі көп ақ. Кесенені таныстыру үшін өзбекәлі ағылшын, түрік, француз, орыс, қытай тілін білетін жастарды жинап, оларды қамқорлыққа алды. Бірнеше жерден кафе аштырып, ұлттық тағамдар дайындауды қалыпқа келтірді. Қымыз бен қымыранның қысы-жазы үзілмей келіп тұруын қадағалады. Дастарханда ыстық тоқаш пен бетіне сейдене сепкен ыстық тандыр нанның тұруын талап етті. Әшекеймен өрнектеле салынған дүкендерді сувенирмен толтырды. Сувенирдің көбін Түркия мен Сауд Арабиясынан алдырды. Өзбекәлі кесенеге жиі келетін. Бірде жазушы Саттар Ерубаевтың мұражайын ашты. Сол кезде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің көркі де, байлығы да Петербордағы тайқазанда алдыру жайлы сөз болды. Мұны ең алғаш қолға алған Өзбекәлі. Оны қоштаған Ташкент болды десем қателеспес едім. Бұл қадамдары құтты болды. Өзбекәлінің қолындағы тарихи дерекке сүйеніп, Жұмекеңнің Мәскеу, Петербор қаласының басшыларына соққан қоңырау аз болған жоқты. Екінші 10 күндік. Не үшін Жұмабек Ташенов Өзбекәлінің жанынан табыла кетті? Енді соған жауап іздейік. Жұмабекті жұрт Қазақстанның 5 облысын Ресейге бермей сақтап қалған батыр ретінде таниды. СССР-дің бас хатшысы Хрущевпен болған ерегісі ел аузында аңыз болып айтылады. Бұл оның саяси қайраткер ретінде танылған ерлігі. Ал Жұмабектің мәдени майданда көрсеткен күрескерлігі бір төбе. Ол 1955 жылы Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің төрағасы болып сайланды. Сайлана сала мәдени майданға қойып кетті. Есіңізде болса, бұл кезде Сталиннің өлгеніне 2 жыл толған. Репрессияның ауыр атмосферасы әлі тарқамаған еді. Ермұхан Бекмаханов, Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Исмаиловтар түрмеде жатыр. Мұхтар Әуезов, Ахмет Жұбанов, Ілияс Омаровтар Мәскеуде қашып жүр. Ал Абайды насихаттау кең етек алмаған. Жұмабек қызметке отыра сала Алматыдан Абайға көше атауын беруін ұсынды. 1955 жылға дейін Алматыда Жамбыл мен Амангелді Имановтан өзге қазақша көше жоқ еді. Алаш арыстары жаппай атылған соң, орыстың өктем мінезі үстемдік құрып, Алматыдағы көше атауынан қазақтардың атын қойғызбайтын. Жұмабек жиналыста отырып, Тбилисиге барсаң ең үлкен көшені Руставелиге берген. Мәскеудің басты көшесі Горький атында. Біз де өзіміздің Абайға Алматыдағы ең үлкен даңғылын берейік деді. Бұған кәрі коммунистер бірден қарсы болды. Бірақ Жұмабектің қабағынан тайсақтап пікірін ашық айта алмады. Абай Алматыда тұрмаған, Семейден шыққан адам, көшені сол жақтан берейік деді олар мінгірлеп. Жұмабек даусын зорайтып, өктем сөйлеп, Ташкеннің ең үлкен даңғылына Әлишер Науаидің аты берілген. Бірақ Науаи Ташкенде тұрмақ, Өзбекстанға аяқ баспаған адам. Ғұмырын Ауғанстанның Герат қаласында өткізген. Үйінен шықпаған, бірақ өзбектер оны құрметтеп төбесіне көтеріп отыр. Оған не дейсіңдер деді. Отырғандардың аузына құм құйылды. Осылайша Алматыдағы ең үлкен даңғыл Абайдың атын иеленді. Ол ұлтшыл харизмасымен қарсыласын ықтырған соң бір ұсынысты және өткізіп жіберді. Абай даңғылының басына Абай ескерткішін қоямын деп шегеледі. Қарсылас табылмай бәрі бас изеп отыра берді. Ескерткіш соғылар кезде партиядағылар бұл істі мәскеулік мүсіншілерге бермек болған. Қазақтың ескерткішін сол ұлттың өз өкілі жасау керек. Олардың қанында қазақтың рухы жоқ деп Жұмабек белден басты. Сөйтті де Абайдың алып ескерткішін бұрынғы колхоз ұстасы, арнаулы білім алмаған, бірақ аса дарынды суретші Хакимжан Наурызбаевқа жасатты. Жұмысты тікелей өзі бақылады. Мүсін аяқталған соң лентасын қиып, сөз сөйлеп, халықтың игілігіне тапсырды. Жұмабек соқтырған бұл ескерткішті қазіргі республика сарайының алдынан көре аласыз. Бұл Хакім Абайға арнап соғылған Алматыдағы алғашқы ескерткіш еді. Абай даңғылының бойына салынатын ғимараттардың да ескизін Жұмабек жасаған. Сол жердегі ескі барахолканы қаланың шетіне көшірді де орнына орталық стадионды салдырды. Жалпы Сталиннің қырына қатты іліккен екі халық бар. Бірі украин, екіншісі қазақ. Ол кезде екі ұлттың да саны басым, интеллигенті көп еді. Элитасы Кремльмен ұстаса алатын. Осы екі халықты әлсірету үшін қолдан ашаршылық ұйымдастырды. Аман қалғанын саяси қысыммен тұқыртып ұстау Кремльдің негізгі ұстанымына айналды. Қазақтан шыққан дарынды өнер иесін көпе-көріне көз келмейтін.
Өзіңді өзгеге сыйлатудың әмәнда бірақ жолы бар. Ол өнер мен мәдениетте ешкімге дес бермеуің керек. Сол үшін Темірбек Жүргенов 1936 жылы Мәскеуде Қазақстанның 10 күндігін өткізді. Қазақ мәдениетімен танысқан Мәскеу элитасы газет-журналда шулатып мақала жазды. Қазақ өнеріне бәрі тәнті болды. 300 адам барып, оның 270-і марапат алды. Күләш Байсейітова СССР халық әртісі атағын алған ең жас әнші атанды. Осылайша қазақ мәдениетінің мерей үстем болып оралды. Өзін әлемге танытты. Бірақ Сталиннің репрессиясы мен Екінші дүниежүзілік соғыстың кесірінен мәдениет өкілдерінің рухы басылып қалып еді. Жұмабек биліктің бір тізгінін ұстаған күні Мәскеуге екінші мәдени майдан жариялады. 1930 жылдан бері Мәскеуде Қазақстанның мәдени күндері өтпепті. Оны 1958 жылы өткізіп, ұлтымыздың қазіргі мәдени деңгейін көрсетіп қайтуымыз керек деп мәлімдеді. Мәскеуге баратын шығармашылық ұжымға жетекшілік етуді Ахмет Жұбановқа жүктеді. Мәскеуге Ахмет Біржан Сара мен Абай операсын апармақшы болды. Спектакльден Еңлік Кебек пен Ахан Сері Ақтоқтыны дайындады. Кенет Қазақ СССР-ның бірінші хатшысы Беляев Мәскеуге баратын екі операның біріне Руслан и Людмиланы енгізесің деп оны қысым қалды. Ахмет көнбеді. Орыстың өз операсын өзіне қойып беріп абырой таппаймыз. Қазақ мәдениеті болған соң ұлттық нақыштағы опера қойылу керек деді. Сөзін өткізе алмаған Беляев кектесіп, оны ұлтшыл деп айыптап Мәскеуге жібермей қойды. Ахмет мұның алдында ғана 1952 жылы қуғыннан оралып, енді есін жинап жатқан. Бұл қысым жүйкесіне салмақ салып, жүрегі әлсіреп, төсек тартып жатып қалды. Әйтпесе ол Құрманғазы оркестрімен Мәскеуді тағы да бір дүбірлетіп, қазақтың жігерлі күйлерімен сес көрсетіп қайтқысы келген. 1936 жылы Мәскеуге Жүргеновпен бірге барғанда, оркестрімен Құрманғазының Сарыарқа, Адай, Серпер, Балбырауын, Көбік шашқан, Дәулеткерейдің Қосалқа күйлерін шегіне жеткізе орындап, қазақ мәдениетінің айбатын асырып жіберген еді. Етектен тартқан осындай қысымдар Ахметтің ақыры түбіне жетіп тынды. Жұмабек бастаған қазақ өнерпаздары 1958 жылы Мәскеудің төрінде дүркіреп өнер көрсетті. Қазақтардың жігері мен қайраты қайта сілкініп шыға келді. Бұған дейін қазақ ішінен СССР-дің халық әртісі атағын Күләш Байсейітова ғана алған еді. Осы шарадан соң Жұмабек 5 бірдей қазақ өнерпазына халық әртісі атағын әперді. Ол атақ берерде медаль десе туған шешесін сатып жіберуге дайын тұратын тексіздердің тізімге еніп кетпеуін қатаң қадағалады. Оның үстіне Жұмабек өнер саласын терең түсінетін сұңғыла, марапатқа кімнің лайық екенін өзі белгіледі. Тізім арасына таныстықпен, туыстықпен кіріп кеткен атақ құмарларды сызып тастады. Атақ алатын адамның тізімін оқығанда қазақ театрының абызы, ескіден қалған көз Қалибек Қуанышбаев тұрғанда халық әртісі атағына ешкім таласпайды. Сол сияқты Біржан Сараны тірілткен Ермек Серкебаев пен Роза Жаманованың орны ерекше. Кинода қазақ өнерін көркемдікпен экранға шығарған Шәкен Аймановтың «Наш милый докторы» сый-сияпатсыз қалуы мүмкін емес. Ал қазақтың маңдайына біткен жұлдызындай ұлы композиторы Мұхан Төлебай болмаса, Біржан Сара операсы туар меді, дүрілдеп Европа сахнасына шығар меді, деді Жұмабек. Бәрі онымен сөзсіз келісті. Әділіне салғанда солай еді. Бір жылдан соң, яғни 1959 жылы Мұхтар Әуезовке Лениндік сыйлық әперді. Сол кезде Сәбитке берейік дегендер болған екен. Жұмабек алдымен Мұхтарға беру керек. Өйткені ол Абайды жазды. Абайдан күшті қазақ жоқ, Сәбит те мықты жазушы, бірақ оны келесі жолы сынайық. Абайдың алдына түсуге ешкімнің дәті жетпес. Мұхтарға сыйлық бергеніміз, Абайға бергеніміз деді. Осыдан соң Мұхтардың абыройы асқақтап, дұшпаннан үстем түсіп, қауіптен құтылды. Мұнан кейін Ленин сыйлығы иесінің үстінен арыз жазу күншіл коммунистердің өзі үшін абыройсыз іс саналды. Мұхтар жеңіске жетті. Дұшпанның Жұмабектен ығып тұратын бір себебі ол қазақ тарихы мен әдебиетін, мәдениетін жақсы білетін. Қазақпыз деп жүрген бюро мүшелері оның алдында сөйлеуге сескенетін. Көп жағдайда қарсы келмейтін. Осыны пайдаланған Жұмабек те ұлтшыл принциптерін коммунизм шапанына орап оп-оңай өткізіп жіберетін. Кремльдегі коммунистер қазақтарды тұқырту үшін Алматы қаласын орыстандыра бастады.
Қара қазаққа да, білімді қазаққа да баспана бермейтін астыртын саясат жүргізді. Ол кезде білігі мен өнеріне сеніп Алматыға келген арынды қазақтың өзі пәтерден пәтерге көшіп, сағы сынып, материалдық тұрғыдан мүжіліп, көп жағдайда ішкілікке салынып кететін. Алматыда үйі бар қазақтардың саны 9% әрең құрайтын. Сондықтан көбінесе өзге жұрттың пәтерін жалға алып, өзін бейшара ұлт ретінде сезінетін. Осындай әділетсіз қорлауды көрген Жұмабек қолына биліктің келесі тізгіні тиген сәтте дарынды өнерпаз қазақтарға Алматының қақ ортасынан тегін пәтер таратты. Ол 1960 жылы Совминде бар жоғы 7 ай төраға болды. Сол кезде Қонаев пен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысында жаңа технологиямен салынған 121 пәтерлік үлкен үйді түгелімен мәдениет қайраткерлеріне бергізді. Жұмабектің арқасында Бибігүл Төлегенова, Гүлфайруз Исмаилова, Шабал Бесекова, Жамал Омарова, Жүсіпбек Елебеков, Хамза Есенжанов, Зейін Шашкин, Сеймолла Телғараев, Кәукен Кенжетаев, Құрманбек Жандарбеков, Балғабек Қыдырбекұлы сияқты зиялылар баспаналы болды. Әйтпесе бұл өнерпаздың бәрі Алматыда үйсіз тентіреп жүрген еді. Тіпті болашақ министр Ілияс Омаровтың өзі осы жолы пәтерге ілінді. Қазақстанның 1992 жылы әнұранын жазған авторлардың бірі Жадыра Дәрібаева әлі күнге дейін сол үйде тұрады. Жазушы Әзілхан Нұршайықов та сол кезде баспанаға ие болды. Бүгінге дейін ол жерді жұрт Қазақ ауылы немесе Тәшеновтің үйі деп атайды. Егер Жұмабек билікте біраз жыл отырғанда Алматыдағы билікті білімді, өнерлі қазақпен толтырып қоятын еді. Академик Шапық Шөкеннің мынадай естелігі бар. Бір күні Жұмабектің қабылдауына қазақ-орыс сөздігін алғаш құрастырған филолог ғалым Қайролла Махмудов кірді. Ол өзінің жай-күйін айтып, пәтер алуына көмек сұрады. Мұндай ғалым адам қалай үйсіз жүр? Қаладағы салынып жатқан үйлерден қалаған пәтеріңізді таңдаңыз, сол сіздікі болады, деді. Махмудов қаланың уы-шуы аз бұрышынан пәтер алды. Пәтер 2 бөлмелі екен. Оны естіген Жұмабек дендерің сау ма? Өзі ғалым болса, ұлты қазақ болса, қуықтай 2 бөлмеде қалай өмір сүреді? Ғалым тұрмақ жай қазақтың өзі 3 жұртынан кезек-кезек қонақ келгенде өз үйіне өзі симай кетеді. Ғалым жасайтын адамның өзі мен кітабы ғана тұратын бөлек кабинет болу керек. Сондықтан әңгімені көбейтпей 4 бөлмелі пәтер беріңдер. Ғалым ғана емес, кез келген қазақ 4 бөлмелі пәтерде өмір сүру керек. Сонда ғана қанатын кеңге жайып, тамырын тереңге тастайды, деді. Құрылыс бастығы, кешіріңіз, Тәшенов жолдас, біздің құрылыс стандарты бойынша 2 бөлмелі үй ғана бар. 4 бөлмелі үйдің жобасы жоқ. Ол үшін 2 бөлмелі пәтерді қосып, ортадағы қабырғаны бұзып, тағы бір есік ашу керек, деді. Істің нобайын өзің де біліп тұр екенсің. Уақыт созбай қабырғаны бұз да 2 пәтерді біріктір. Біреу бірдеңе десе өзім жауап беремін, деді. Осылайша әлгі ғалым 4 бөлмелі үйге ие болып шыға келді. Жұмабекті қызметінен алған кезде оны мемлекет есебінен қазақтарға жомарттық жасады. Алматының ортасына қазақ ауылын тікті деп айыптаған. Жесір дауы, жер дауы деген 5 облыс үшін Хрущевпен ұстасып, Шымкентке мәдени айдауға кеткен Жұмабек бұл өңірге келгесінде ұлт мүддесіне жұмыс істей берді. Оның мәдени майдандағы тағы бір бітірген ерлігі Шығыс моншасын жөндеуі. Жұмабек Яссауи кесенесіне келген бір сапарында топыраққа көміліп жатқан Шығыс моншасын көріп іші удай ашыды. Оны қазып алып қалпына келтіруге пәрмен берді. Бір қызығы моншаның жұмыс жүйесі сол күй сақталыпты. От жаққан қазанмен бірге бөлменің едені қызып сала берді. Осылайша монша іске қосылып, 1975 жылға дейін халыққа қызмет қылған. Кейін Шығыс моншасы үлгісінде Алматыдан Арасан моншасы соғады. Түркістандағы моншаның жылу жүйесін ақтарып қопарып зерттейді. Сол кезде Шығыс моншасы істен шыққан деседі. Совет инженерлері оның жылу жүйесін сол күйінде қалпына келтіре алмапты. 1979 жылдан бастап ол музейге айналды. Музей қабырғасына осы моншада жуынып жатқан адамдардың суреті салыну керек еді. Әуелде суретшілер шығыс дәстүрін білмей, жалаңаш кісілердің суретін салып қойыпты. Өзбекәлі соны естіп, орта ғасырдағы Шығыс моншасын жуыну әдебі жайлы суретшілерге лекция оқыды. Сөйтіп суреттегі адамдардың беліне мата байлатып қайта салдырған.